Көздеріңе ғашығым. Сәлем құрметті көрермен, арнаға қош келдіңіз. Арнаға келген бойда тіркеліп алыңыз. Той иесіне қонақтардың бірі алпысын құтты болсын. Алпыс деген не тәйірі? Алпыс тал түс деп тілек айтып жатты. Алпыс тал түс, осыны кім ойлап тапты екен? Деп қоямын іштей. Біреудің көңілі жықпас сөзі ме екен, әлде алпысқа келгеннің өзіне қуат бергендегі түрі ме екен? Қалай десек те алпысың оңай емес. Кешегі 18 пен 25-ті былай қойғанда 45 пен 50 емес. Қожаның көңілі құрт сүйеді. Көжесінің қатығы жоқ дегеннің кері, қарттыққа берілгің ақ келмейді. Аяқ, қол жүріс, тұрысты былай айтпағанда көңіл шіркінде 40 құбылады. Қозғалуда ауырлау, боз бала шақта шапқылау шиек. Қазір тіпті той думанға да зауқың соқпай, балаларды не әйелді жіберетін де кездерің болады. Бармасқа болмайтын, не болмаса үйдегі кісі айтпақшы, біздің тойға қорыққаннан емес, сыйлағаннан келді. Тым құрыса, алғанымызды қайтарайық та, мойнымызға қарыз қылмай деген соң есеп қайырысу тойға да барасың. Жоқ, өзгенің қызығын қызғанғандан не менсінбегендіктен емес, сол байығы алпыстың әлегі басы артық қозғалысты қаламайсың. Тыныштықты жаның жаратып тұрады. Онан да көңіл жақын құрдастармен әлемнің мәселесін шешпесең де, жарасымды әңгіме дүкен құрысып, әзіл қалжың айтысып қайтқанға не жетсін? Тойға барарсың ау, бірақ жас шақтағыдай-ақ тер көк шаң қылып, билеу сұлуларды айналшықтау, қалған тек жастарға кезек беріп, солардың қызығына орындыққа қонжиып ап көз суарасың. Қаладан қала асып, бүгінде сондай тойға келдік. Түрі не боп кеткен, деді әйелім. Кімді айтасың? Әне, анау сенің біріншің емес пе? Тілек айтуға шыққандарға көңіл бөлмегенмін. Енді анықтап қарадым. Кемпір боп кетіпті ғой. Менде үн жоқ. Иә, әйелім де емес, ұлғайғандықты мойындап бейімделіпті. Ұзын жең бүрмелі көйлек, камзол, басында жаулық. Микрофон ұсынған асабаға «Жоқ, өзгелер сөйлей берсін» деп тартыншақтады, баяғы әдеті. Көп сөзге жұрт алдыға шығуға ниетсіз еді. Бала пейіл, сәби көңілді тұғын үнемі менің тасамда жүргісі келетін. Сен барсың ғой, деп мені тау көтеретін. Апам айналайынды кіршіксіз сәбидей ғып Аллам бере салған. Жаным сол, ересек кісі деп кім айтады, мінезі де бала қылығы да бар деп сүйсініп отыратын. Жатырын жарып шыққан менен көрі келінін жақсы көретін. Оған қарап сөйлетпейтін. Өзім тәрбиелеп аламын деп қорғаштайтын. Тамақтың да тәттісін сол ішсін деп алдына ысырып отырушы еді жарықтық. 4-ші курсты бітірген жылы Толқын 1-ші курсқа қабылданды. Университеттің асханасында кезігіп қап жалт еткен тана көзіне ғашық болғам. Көзінің әдемілігі сонша жүзімнің жаңа піскен мойлындай деуші ме еді? Жоқ, одан да керемет қап-қара. Қарасаң, еркіңнен айырылып тұңғиығына батасың. Шыпта кірпіктері сұлулығын көркемдей түседі. Ұзақ қарай алмай, жанарымды тайдырып әкететінмін. Мөлдірлігі, кереметтігі сонша жаныңды селт еткізбей қоймайды. Жаратқан ием Толқынның ойын, түсінік танымын, эмоциясын, қалауын, тіпті тілін де сол жанарға байлап қойған. Олай деуіме себеп, бар әдемі кірпігін бір қағып көзін аударды екен. Көңіл күй қалауын айтпай-ақ ұқтырады. Мұндайда ғажап болады екені. Жақынырақ таныса келе, әппақ пейіліне нәрестедей сенгіштігіне таза болмысына жіпсіз байландым. Еш жасандылығы жоқ шынайылығының баурағаны сонша, ауыр сөз айтпақ тұрмақ ренжіткім келмейтін. Мүмкіндігінше алақаныма салдым. Ол соған лайық еді. 5-ші курсты бітіріп ауылға келгенімде ол сырттай бөлімге ауысты. Сүйіп қосылған қандай керемет.
Сені күтіп отыруы, сағынып алдыңнан шығуы, саған сеніммен қарауы, сүйкімді қылығымен буыныңды босатуы бақыт. Сол бақытымыздың кемеріне болып, асып тасуына бір ғана нәрсе жетпеді. Ол махаббатымыздан піна болған кіп-кішкентай қызыл шақылық. 7 жыл күттік. Әрине, жаратушыдан күдерімізді үзбедік. Дәрігерлер балаларыңыз болмайды деп кесіп айтқандағы толқынның жылағанын көру маған 2 есе ауыр болды. Жанымның ауырғаны сонша бала болмаса қойсын, тек мұңаймашы деппін. Мұныма ол ашуланып қалды. Қай қалада білгір мамам бар десе толқынымды сонда жетектеймін. Қай жерде жақсы балшы балгер бар десе апам солай қарай сүйрейтін. Алланың қазынасы мол деп келінінің жүрегіне сенім ұялататын. Бір күні біздің мекеменің жастар ісі жөніндегі бөліміне Сара келді. Мінезі тік, тілі орақ, жүріс тұрысы еркін, денесі тығыршықтай. Қысық көзін үлкеткісі келеме, қоюлап бояп алатын. Еркек кісідей шалттығына кез келген жұмыстан қашпайтын, өзіне ісіне сенімді, басынан сөз асырмайтын. Қалаған жерден киіп жарып өтетін, әдетіне сай трактор деп лақабатта бергенбіз. Бір ұжымда жұмыс барысында тонның ішкі бауындай араласып кеттік. Бірде бедеу қатындардың етегіне жапсып қалатын еркектерге таңмын. Алланың жарлығына қарасақ, әр адамның миссиясы ұрпақ қалдыру. Жаратушыға қарсы келмеу керек, оның сұрауы бар деп әзілдеп айтқанымен, бұл сөз маған ой салды. Намысымды қамшылады, әрекетке итермеледі. Сол жылдары коммунистік партияның қатарына қабылданып, партбилетімді алған күйі тойлап отырыстың соңында Сараның құшағында оянғаным бар. Бірде балаң болады, аяғым ауыр дегенде қуандым ба, қуанбадым ба білмеймін. Қуанышта бар шығар. Бірақ толқынымның жүрегін жаралаймын-ау деген үрей басым еді. Мен оны тастамаймын дедім. Сара ләм-мим демей тек мырс етті. Неге күлесің? Дегенмен бір шешімін табарсың, менің де айтарым бар. Жерде жатқан қыз емеспін. Әрине, 2 қатын алуға заң жоқ. Жұмыстан шеттетілесің, партиядан шығарыласың. Сондықтан дұрыс шешім жасайтыныңа сенемін деді. Сырттан естігенше өзімнен білсін деп жағдайды айтқым-ақ келеді. Бірақ толқынымнан айырылып қаламын ба деп шын қорқамын. Сүйемін оны, жанымдай жақсы көремін. Өйткені ондай керемет жан әлемде біреу-ақ, және ол маған ғана бұйырған. Жоғарыдағы әңгімеден соң Сарада мазаламады. Тек кейде маған жүзім бұрып тұрып, мұрнын сипайтын. Ұмытқан жоқсың ба, балаң өсіп келеді дейтіндей. Үйіне қалжырап жеткенде, кішкентай қызы алдынан қолдыраңдап жүгіріп шықса, әке де жан қалама. Алғашқы қосылған жылдары толқынымда солай алдымнан шығып, ешкімнен қымсынбай мойныма асылатын. Ұялсаңшы, біреу-міреу көріп қалар десем, несі бар, жарымсың ғой дейтін. Бала демеске шараң жоқ. Әйтсе де онысы маған майдай жағатын. Кейде бал қылығына жүрегім елжіреп, білегінен тартып құшақтасам, ұялсаңшы, апам көріп қалар деп қомсынатыны бар. Несі бар, заңды әйелімсің ғой деп өз сөзімен жауап қайырамын. Ол мәз болып жарқылдап күледі. Ондайда шынымен сүйкімді боп кетесің. Бала жайлы мұңая бастаса сөйлетпейтінмін. Ең бастысы біз бақыттымыз деп жұбататынмын. Үйіне асыққан еркек, ең бақытты еркек дегенді бір жерден оқығаным бар. Мен сондай едім. Ерте келейін, кеш келейін, жүзіне жылы жымиысына көрік беріп дастарханға асын қоятын. Сосын әңгімемді елете тыңдап, жәудір көзіне нұр ұялап жүзіме қарайтын. Бүгін олай болмады. Газ жанындағы үстелде бірдеңе жасаған болып тұра берді. Я, сәл сілтеп алғаным бар.
ұрының арты қуыс дегеннің кейпін киіп, өзімше білдіргім келмей бірдеңелерді айтқан боламын. Апамда да үн жоқ. Тек сығыр көздерін қадап бірдеңе айтқысы келетіндей. Көрмеген боламын, сезбегендей, елемегендей боламын. Отырмын да, деді апам бұйыра. Отыр десеңіз отырайын. Сен не істеп жүрсің? Жай, жұмысқа бүгін тексеріс келіп еді. Не істеп жүрсің деймін. Не істеппін? Не бүлдіріп жүрсің деймін. Не бүлдіріппін? Мана әлгі Сара деген қатын келіп кетті. Сенен 2 қабатпын дейді. Рас па? Апа, 30-ға келген еркекпін. Толқын бедеу, менің ұрпақ сүйгім келеді. Солай ма? Үйде заңда еліңді күңірентіп, түзде біреудің қызын жылатып, еркек сүйде ме екен? Апа, бұл Толқын екеуміз ғана талқылайтын әңгіме. Деп ішкі бөлмеге кіріп кеттім. Уақыттың қанша болғанын білмеймін. Апамның бас жағымда жылап отырған дыбысынан ояндым. Кетті келін. Тоқтатпақ болып едім, көнбеді. Әлі ұйқылы ояумын. Ол адал еді, періштедей еді. Көңілін қатты қалдырдың-ау. Көңілі қалған адамның қайырылуы қиындау болады, балам. Сөйтсең Толқын әдетінше ерте тұрып, шайын қойып, дастарханын жайып, енесін оятыпты. Апам әжетханаға барып, жуынып, шайынып, ішке кіре бергенде киініп, жол сөмкесін алып шығып кете жатқан келінін көріп шошынып, мұның не қарағым-ау десе, апа мені ұстамаңыз, жіберіңіз, ол дұрыс айтады, мен бедеумін, ешкімге зияным тимесін, депті. Жыламағанда, сықтамағанда ашу өкпеде білдірмепті. Шешем соңынан еріп, бетінен қайтармақ болса, көнбепті. Солай мен сүйіктімнен айырылдым. Апам келінімді қайтар деп қоймайды. Жарама тұз сеуіп, жылап сықтап қоймаған соң, апа болды, ұмытыңыз оны дедім қатқылдау. Біреуді қатты сүю, бауыр басып қалу, сосын аяқ асты айырылып қалудың қаншалықты қиын екенін сезінуден ауыр жағдай жоқ шығар. Айналам аңырайып, үйім өңірейіп, дүние қараң қалғандай. Апам да шөгіп кетті. Әңгімеміз де бұрынғыдай жараспайды. Дегенмен 2 рет келінінің артынан барды. Мен бе? Мен бармадым. Өйткені бара алмадым. Жоқ, өрліктен, педелік, өркөкіректіктен емес. Көңілін қатты қалдырғанымды, махаббатымызды өлтіріп алғанымды білдім. Барғаныммен келмесін ішім сезеді. Мөлдір жанарының тұнығынан өзімді көретінмін. Сол айнамды күлпарша етіп, құрауға, жамауға келместей ғып, сындырып алғанымды ұғындым. Ұғындым да, ішім қазандай қайнап, өкініштің отына түстім. Сара ма? Сара кіріп алды. Үйге кет демедім. 3 балалы болдық. Бүгіндері екеуі ақтанды, апамда біраз болды, дүниеден озды. Саран әуелден ұнатқан жоқ. Толқынды жақсы көргендей жанына тартпады. Содан ба білмеймін. Әлде қате ойлаймын ба? Немерелерін жек көрмесе де көп еміренбеді. Келін жақсы болса немере тәтті болады деген осындайдан айтылды ма екен, деп те қоямын іштей. Сараның ардың-гүрдің қимылына, одыраңдайтын ісіне ойланбай айтып ап өкінетін сөзіне көңілі толмады білемін. Бірақ тілге сап ләм демеді. Толқын өзімен бірге апамның да әдемі әлемін ойсыратып кеткендей еді. Міне, содан бері қанша жыл өтті, тойда көріп қап отырмын. Сөз сөйлеушілер тілек айтып болып, біз отырған үстелдің жанынан өте берді. Кенет көзім құлағындағы сырғаға түсті. Тағы балыпты ғой, тастамапты ғой. Тәтті шағымыздың тамаша ескерткішін жоғалтпапты, деп жүрегім толқып кетті. Сырғаны мен әпергем. Ақ сезіміміздің ұясы болған әппақ төсегіміздің үстінде ақ көңіліммен ұсынғанмын. Рахметін айтып, жәудір көзінен нұр шашып мойныма асылды. Ұнады ма? Әрине. Сен берген заттың ұнамауы мүмкін бе? Бірақ онша қуанбайтын сияқтысың ғой. Ұнады, тек, ұнамаса өткізіп, жоқ ұнады, апамның сырғасына ұқсайды екен,
Өткенде апамның сырғасын сонша мақтап едің, сосын сондай сырғалар ұнайтын шығар дедім. Я, мақтадым. Үлкен кісілерге мұндай сырға әдемі жарасады. Түсіндім. Жастардікі емес қой сонда. Мейлі, тұра берсін. Сенің әперген алғашқы қымбат сыйлығың ғой. Ертең апамдай боп, үлкейгенде тағып жүремін. Махаббатымыздың символы ретінде. Әкел, оған деген күтеміз бе? Қазір жарқырап жүргеніңді қалаймын. Сыйлықты сатуға болмайды. Жарқырап жүргенімді қаласаң, тағы бір әдемісін әперерсің. Сәті түскенде, деп еркеледі. Одан кейін сәті түспеді. Екі бөлек кеттік. Сезіміміздің символы болған сырғаны көріп ішім жылыды. Бірақ жүрегім қан жылады. Олар жанымыздан өтіп кетті. Бізді аңғармады, байқамады, көрмеді. Мен оны жанарыммен орнына шейін шығарып салдым. Сағыныппын. Шынымен сағыныппын. Не болды? Өлгенше қарадың ғой, деді Сара шымшып сөйлеп. Бүгіндері оның өзіне де, қыңыр қайсық сөзіне де, өзім білемге салып жасайтын ісіне де мән бермеуге үйреніп алғам. Қимай отырсаң барсаң шықасына, деді тағы кекете. Жақтырыңқырамай қарап алдымдағы салатқа шанышқымды салдым. Біраздан соң расау, неге бармасқа, неге амандаспасқа деген ойға кеп, көпшілік жанталаса биге көшкенде Толқынның жанына бардым. Сәлем. Өз көзіне өзі сенбей сілейіп қатты да қалды. Амансың ба? Дедім қолымды созып. Жанарын тайдырмай ол да қолын ұсынды. Сол баяғы мен ұнатқан, мен ғашық болған мойыл көз, шыпта кірпік. Міне, қарастың өзінде маған таныс, маған сүйкімді көрініс бар еді. Жүрегімді селт еткізбей қоймады. Енді ғана езуінен жымиыстың табы білінгендей боп еді. Алақанымда жатқан саусақтарының дірілін сезіндім. Қас-қағым сәттегі осы толқыныс екеуміздің тілден айырып, тек көзбен сөйлесіп, көңілмен ұғыстық. Кірпіктерін әлсіз қағып, төмен салды да қайта көтергенде жанарының суланғанын аңғардым. Жүрегім алқымыма тығылды. Енді шын сасайын дедім. Кенет біреудің тесіле қарағанын аңғардым. Мойнымды бұрғанда Қазекеңді, Толқынның ағасын көзім шалды. Қазекең отыр екен ғой. Амандасайын деп, әлгіндегі тығырықтан жол табылмағандай Толқынның қолын босатып, әріректегі бауырына қарай жүрдім. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, қалайсыз? Шүкір, өздерің де амансыңдар ма? Шүкір, жақсы, қайдан жүрсің? Той иесі Жайдар сыйлас інішек боп келеді. Жақсы, жеңгей көрінбейді ғой. Оның төркінінде де той болып, сосын екіге бөлінуге тура келді. Толқынның көз алмай отырғанын сезіп тұрмын. Білмегенсіп жүз бұрмауға тырысамын. Дегенмен ынтам да ықыласым да сол жақта. Әне, бетін бұра беріп көздерін сүртті. Жылап қалды. Сағынған екен ғой ол да мені. Ауыл елің аман ба? Ауыл еліңді айтамы? Жақсы, құдағай қалай? Ол кісіні жөнелткенбіз. Алла алдынан жарылғасын. Біздің шешей де кетті мәңгілік мекеніне. Артық қайырлы болсын. Сол баяғы көк белестесіздер ме? Жоқ, зейнетке шықпас бұрын аудан орталығына қызметке ауысқанмын. Апам мен Толқынды сосын көшіріп алдым. Ал жақсы онда, деді Қазекең, боссың кете бер дегендей, әлде менімен әрі сөйлесуге зауқы болмады ма? Әлде қажеті жоқ деп таптым екен. Толқынға жақындап неге екенін қайдам ендіге сөйлеп, күйеуің келмеді ме дедім. Күйеу, қандай күйеу? Таңырқағанымды байқап, тұрмысқа шықты деп естіп пе едің? Не айтарымды білмедім. Сосын екен ғой, бір рет болсын хабар алмағаның деп назын айтты. Тілім байланып жүзіне қарадым. Үнсізбіз. Орамал астындағы ағарған шаштарын көрдім. Ол менің ойымды оқып қойды. Шаштарын әппақ жаулығының астына тыққыштады. Көзінің асты күлтілдеп кетіпті. Әжімдер өз өрнегін салған, өңі солғын.
Жағы қуарып, екі ұрты суалыпты. Тағы да жанарымнан оқып отыр. Қолын жағына апарып бетін сипады. Қартайып кетіппін бе? Жоқ, әлі демісің? Сәл үнсіздіктен кейін Сара келді ме? Ол қайда деді, әңгімені басқа арнаға бұрып. Әне, ана жерде отыр. Мойын бұрып еке, жұбайымның да екі көзі біз жақта екен. Атын ұмытпапсың ғой. Өміріңе жақсы да болсын, жаман да болсын, із қалдырған кісінің аты ұмытылмайды, деді. Жай айтылса да, мен үшін бұл сөздің салмағы ауыр еді. Сол сәтте ағасы Толқынжан деп ымдады. Я, біледі, деді қарындасы басын изеп. Не деп жатыр? Бар енді әйеліңе, ренжітіп аларсың. Үлкен кісі бірдеңе деді ме? Жоқ, саған қатысты емес, басқа нәрсені меңзеп жатыр. Номеріңді әйелің ренжімейді ме? О не дегенің? Номерін жазып ап тұрып, сенің үйіңнің телефонының номері әлі есімде, дедім. Ол кезде қазіргі мобильді байланыс жоқ. Үйдегі телефонға қоңырау шалатынбыз. Толқын жылы жымиды. Орныма келдім. Менің бар екенімді ұмытып кетті ма десем, деді Сара ренжіп. Сөзіне мән бермедім. Өйткені санам Толқынды ойлаудан бос емес еді. Сарамен бір шаңырақ астында ғұмыр кешсек те түсінісуге талап етпегендерміз. Мен нан табушымын, ол бала туып, тамақ пісіруші ғана. Байланыстырып тұрған балалар. Махаббат деген екі адамның сана биігінде табысуы, деп беді Мұхтар ақын. Сана биігі тұрмақ екеуміздің ой көзқарас, көңіл қалауларымыздың қиылысу нүктесі де болған емес. Тағы сол Мұхтар Шахановтың жұбайлар бар әңгімесі таусылған деген шығармасы бар еді-ау. Біз сондай жұбайлармыз. Тойханадан кеткім жоқ. Арагідік ұрланып Толқынға қарап қоямын. Соның өзі жанға жылылық сыйлайды. Санам санға, ойым оңға кетіп, жан жақтағы әлемнен оңашаланып алғам. Олар жиын соңына дейін отырмады. Көзбен шығарып салдым. Назар аударар ма деп бедім, бірақ мойын бұрмады. Өкпеледім екен. Кейінірек Сарадан Толқынды тұрмысқа шығып кетті деп неге айттың, деп сұрадым. Соғыс пен махаббатта кез келген әдісті қолдануға болады, деді. Денем түршігіп кетті. Не қылған махаббат, деймін іштей мырс етіп. Үйге оралған соңда өз-өзіме келе алмай қайта-қайта ойлай біраз жүрдім. Өткеніме көз жүгіртемін. Сарамен жанымыз жараспаса да, өзге әйелге құштарым артып жүрекке жылу іздеген емеспін. Себебі Толқын кеткелі көңілімнің көктемі де кеткен. Ештеңеде ешкімде қызықтырмайды. Тіпті қуана білуден қалғанмын. Таңның атысынан күннің батысына дейін тек нан табумен ғұмыр кешкен жанмын. Жұмыстан ғана ермек таптым-ау. Сірә Толқынмен жолыққалы жалғыздықтың жарасын қатты сезіндім. Бірақ амал нешік, бәрі кеш. Тым құрыса дауысын естігім кеп, бір күні телефон шалдым. Тұтқаны жеңгесі көтерді. Амандық саулықтан соң осы қоңырауды 30 жыл бұрын соққаныңда ғой. Қарағым-ай, енді қанша қоңырау шалсаң да естімейтін елге кетті, деп жылады. Дауысын қазір естимін, қазір емтеймін деп сағыныштан алабұртып отырғанымда үстіме ыстық су құйылып кеткендей бүкіл денем тырысып қалды. Телефоным қолымнан түсіп кете жаздады. Дал болып отыра кеттім. Содан ойлап кеп, тым құрыса әруағын ырза қылайын деп жолға дайындалдым. Жын соққандай, қайда жиналдың, деді Сара. Толқынның ауылына. Жауабыма түсініңкіремей тұрыңқырап қалып, есің дұрыс па сенің? 60-тан асып, ата сақалың аузыңа түскенде қатын қуалап, қайда барасың? Балаларың не дейді? Ел жұртқа не айтам? Құда жекжаттың бетіне қалай қараймыз? Толқын өліп қалыпты. Тіпті 40-да өткізіп қойыпты. Өлсе өмірем қапсын. Енді қуы моласын құшақтауға барамысың? Сара, қашан сенің ақылды сөз айтқан кезің болды екен?
Енді сенікі ақылға қонымды іс пе? Шапанымның етегі тиген адам ғой. Тым құрыса мұсылмандықпен басына барып Құран оқып, бауырына көңіл айтып қайтайын. Бауыры сені керек қып отыр екен да, ештеңеге қарамай шығып кеттім. Ағасынан гөрі жеңгесі әңгіме тізгінін қолына алды. Қол жүгін сүйретіп, ескерусіз кіріп келгенде жанарын ауыр мұң басып, жүзінің солғын тартқанынан ақ ішім бір түрлі болды. Ас судан соң оңаша отырғызып алып бәрін сұрадым. Өзіңді қатты күтті. Бұрыштағы телефон шырылдай қалса, көзі жалт етіп үмітпен алаңдайтын. Сен де сабаз екенсің. Тым құраса, хәлің қалай демедің-ау? Маған өкпесін айтты. Қайтып келген соң сүлесоқ боп ауырды. Құсалықтан, сағыныштан, бедеулігіне қиналғандығынан деп ұқтық. Бірақ жүріңкірей барып дәрігерге қаралды. Бір күні қуанышы қойнына сыймай ентігіп асығыс кеп, жеңеше, мен жүктімін деп құшақтай алды. Екеулеп қосыла жыладық. Не дейсіз, жеңгей? Үнім қаттырақ шығып бетіне қарадым. 7-8 апталық екен. Сонда қалай? Бұрын бала тауып көрмеген соң сезбеген ғой. Бойындағы әлсіздікті ол да мен де уайымдап ауырғаннан деп ойладық. Апам да естімеді ме? Қайдан естиді ол кісі? Келгенде біздің өзімізде білмеген едік. Аңсаржанның дүниеге келуіне тәй-тәй басқанына, мектепке барғанына қатты қуандық. Бала да зерек болды. Жақсы оқыды. Кіп-кішкентай боп үлкен кісіше сөйлейтін. Қолыным сол. Өлетін бала ерекше болады деген деп, ұлымның суретін қолыма ұстатты. Бейнесін көріп шыдай алмадым. Суретті сипап, бетінен сүйдім. Қолында мақтау қағазы бар, жарқырап күліп тұр екен. Ернімді қайта-қайта жалағыштап, алқымыма келген өксікті кейін қайтарып жұтына берім. Ауық-ауық жөткерініп қоямын. Құлыным, қуанғаныңда қасыңда бола алмадым, кешір деймін. Үнсіз тіл қатып. Үйдегі 3 балам ер жетіп кеткен соң ба, Аңсаржанның кішкентай кездегі бейнесі кенжемдей көрінді. Жеңгей үзілген әңгімені жалғады. Бірде Аңсаржан даладан жүгіріп келіп, «Мама, Нұрсұлтанның әкесі келіпті», деді, танауы желп-желп етіп. Бізге кезек-кезек қарап қояды. Менің де әкем келетін шығар. Толқын суық қандылықпен, «Жоқ балам, келмейді», деп кесіп айтты. Бала тұрмақ, менің өзім бір түрлі болып қалдым. Неге, мама? Өйткені мен әкеңнен өзім кеткенмін. Ендеше барып кешірім сұрайық та. Жоқ, ол жаман кісі ме? Сені қатты өкпелетті ме? Балам, сенің әкең дүниедегі ең тамаша адам, демеп пе едім? Онда саған ертең өскен соң өзім барып кешірім сұрап алып келемін, деді. Сенімді үнмен біраз үнсіз қалдық. Аңсаржан жүгіріп шығып кетті. Сенікі дұрыс болмады. Әкелі балалы бірін-бірін білу керек қой, дедім. Жеңеше, Аңсаржан ертең өседі. Әл бұлыққа жетеді. Сол кезде ғана әкесіне таныстырамын, деді жай ғана. Соған қарағанда сенің бедеусің дегенің жанын жаралаған сияқты. Сөйтіп өзінің ана бола алғанын, сәбиін шын азамат етіп тәрбиелегенін дәлелдегісі келген. Сонысымен мақтанғысы келген сияқты. Олай ашып айтпады. Тек менің ойым, жорамалың ғана. Өзің білесің, ол баладай еді ғой. Аңсарының қазасы бірден есейтіп, қартайтып жіберді. Мүрде басынан сүйекшілер келгенде, жеңеше, Алла мені сонша неге сынайды? Не жаздым? Неге жақындарында алып зарлата береді? Деп көз жасын көл қылғанда сай сүйегім сырқырады. Бір айдай бас көтермей жатып қалды. Есінен адасар ма екен деп үрейлендік. Үйге әкеп бақтық. Содан бір күні өзіне келе бастағанда жиналсын деп қаттырақ айттым. Сарғайып уайымға салынып, Құдайға доқ көрсеткін келе ме? Өзі берді, өзі алды. Алдарқатып ойыншық қылып берді де сосын қайтып алды. Жар болуы бақытының балын аз-маз таттың ғой. Саған солда жетеді дегендей,
Сүйгенімнен алыстатты. Ақылшым, қорғаным, сырласым еді. Анамды да қоймады. Маңдайыма бақытты болу жазылмаған екен. Көндім, көнбеске шарам бар ма? Деді қатайып. Өлгеннің артынан өлмек жоқ. Тұр, сілкін, бойыңды тікте. Жылама деп едім, жыламаймын. Көз жасым таусылып қалған деді. Беті бері қарап, тамақ ішіп, төсектен көтерілген соң бізбен бірге тұра берсей деп едік. Жоқ, үйіме барамын деп көнбеді. Жалғыз сұрамасын деп қарайласып тұрдық. Жиі-жиі шақырып аламыз. Ағайын туыстың той-думанынан қалдырмаймыз. Бірақ көпшілікті қалай бермейді. Қашан барсақ та үстелінің үстінде болмаша жастығының жанында ұлы мен сенің суреттерің жатады. Көз жұмарда да екеуінің суреттеріңмен сөйлесіп сырласқан-ау, төсегінен таптық. Жүректен кетті ма, я ажырасқандарыңды өте ауыр қабылдады. Өзіңді жан тәнімен ұнатқан екен жарығым. Уайымшыл еді. Ұлы жай жөтеліп қалса да абдырап мазасызданатын. Асты үстіне түсіп ұйықтамайтын. Соның бәрі болмысы нәзік жанға әсер етпей қоймайды ғой. Адам жоғалған малды да іздейді. Тым болмаса бір рет келмедің-ау. Қарағым-ай, қатты екенсің. Жақсы болсын, жаман болсын, 7-8 жыл бірге тұрдыңдар ғой. Толқыннан жамандық көрген немесе көңілің қалған кезің болып па еді? Деп маған сұраулы қарады. Тұрмысқа шығып кетті деген соң бақытына кетер кеткім келмеді, деп міңгірлетім. Тұрмысқа? Қандай күйеу? Басқамен бас қосқанын бәріміз қаладық. Сөз салғандар болмады емес болды. Бірақ дәті берік екен, екінші рет тұрмыс құруды ойламады да. Хабар алуға жарамағаның, қалайсың демегенің жүрегіне қатты батты. Бүгіндері есіме түскенде ойлаймын. Алғаш көрген қызығы болған соң сені келер деп іштей күтті ме екен, ұмыта алмады ма екен, әлде саған деген өкпеден еркек атаулыны жек көріп кетті ме екен деп. Кешегі соңғы барған тойдан қуанып келді. Сені көргенін, кездескендеріңді қайта-қайта айта берді. Бірақ жанарының тұңғиығынан басылмаған сағыныш пен ашылмаған сырды көрдім. Аңсаржан жайлы неге айтпадың дебем, үндемеді, деді. Қазекең бармаймын, өздерің бара беріңдер деп кесіп айтты. Тірісінде бағалай алмай, бәрі біткен соң не керек деп деген болар. Түсінемін. Жеңгей басы артық сөз айтпастан ілесті. Жол бастап қорымға келді. Темірмен қоршалған молада 2 төмпешік жатыр. 60-тың асуынан асқан шағымда қаншама жақын жуысты, дос жолдастар мен таныс тамырларды жер қойнауына тапсыру рәсіміне қатысып, топырақ салдым. Бірақ мына 2 төмпешікті көргендей толқымадым. Бойымда суық алып қалтырап кеттім. Жарықтарым, біз келдік деп дауыс шығарды жеңгесі. Сезіп жатырсыңдар ма, Аңсаржан? Күнім әкең келді. Кеште болса әкең келді. Толқынжан, қанша жыл сарғайып күтіп ең. Келді, бас иең дегенде жанымды қоярға жер таппадым. Жүрегім езіліп табаныма түсті. Бойымнан әл кетті. Өзімді қанша ұстағым келсе де шамам келмеді. Көз жасыма ерік бердім. Бірақ біраз үнсіздіктен кейін Құран оқы, деді жеңгей. Дауысым тарғылданып, көмеге тығылған өксіктен сөзім бұзылып, қайта-қайта тұншығып, білген сүрелерімді оқыдым. Бет сипастық. Үлкен кісі орнынан ауырлау қозғалып, сені машинада күтемін деп кері аяңдады. Оңашада қымбаттыларыма бәрін айттым. Сағынғанымды, қатты жақсы көретінімді, өздерін қимайтындығымды, бәрін айттым. Кешірім сұрадым. Бет орамалым көз жасымнан сығып алардай су болды. Сөйлестім, ішімдегі шеменді түгел ақтардым. Поезда келемін. Өзімнен есеп алып, өзіме есеп беремін. Терезеге қарадым. Қызыл-жасыл әлем зулаған поезбен жарысып, сосын амалсыз ұзап қала береді. Зымырап өтіп жатқан өмір сияқты ештеңені бажайлап та үлгермейсің.
ұғынғаным, жаратушы пендесіне бақты да, мүмкіндікті де ұсынады екен. Бақтың бағасын біліп, мүмкіндікті дұрыс пайдалану үшін де ақылды дегенді қосып беретінге ұқсайды. Ақылды дұрыс қолданып, жарқылдап жүресің бе, болмаса ойсыздықтан шырғалаңның шыңылауынан шыға алмай шырылдайсың ба, ол жаға өз таңдауың болмақ екен. Құрметті көрермен, бұдан да қызықты әңгімелердің шығуы үшін сіз бізге лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.